2023 жылғы қараша айында біздің Алматы өңірлік гарнизоны әскери полиция басқармасына 30 жас бозбала шақырылған болатын. Соның ішінде 6 мерзімді әскери қызметші қазір уақытта өзіміздің әскери полиция басқармасында келісімшарт бойынша әскери қызметке қалды. Бір мерзімді әскери қызметші Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің құрлық әскери институтына жоғарғы оқуға түсті. Сонымен қатар, бүгінгі таңда 9 мерзімді әскери қызметшісі жоғарғы оқу орнына түсуге срочник 2.0 бағдарламасы бойынша грант алды. 2 әскери қызметші өзінің үлгілі тәртібімен 1 жыл бойы өзінің оқу білімімен жақсы көрсеткіштер көрсеткен бойынша бағалы сыйлықпен наградталды. Қазақстан Республикасы Қарулы күштері әскери полиция бас басқармасы бастығының атынан 4 мерзімді әскери қызметші грамотамен марапатталып, қалған әскери қызметшілердің барлықтарына, ата-аналарына алғыс хаттар жолданды. Алматы өңірлік гарнизон әскери полиция басқармасында мерзімді әскери қызметімді атқардым. Борышымды өтеу барысында маған берілген киім-кешек пен жабдықпен толық қамтамасыз етілдім. Срочник 2.0 бағдарламасы бойынша спорт туризм универіне грантқа сертификат алдым. Және де басшылыққа үлкен алғысымды білдіремін.